66-шы сабақ геометриялық фигуралардың жіктелуі. Бірінші тапсырма геометриялық фигуралар жиынына қара дейді. Мына жиынға қара дейді. Бұл жиында неше элемент бар, оларды ата дейді. Мына нүкте, осы бұрыш, осылардың барлығын санап шығамыз. Санап шыққанда мұнда 21 элемент болды. Бұл жиында 21 элемент бар. Олар нүктелер, бұрыштар, кесінді, геометриялық фигуралар, сызықтар және түзулер. Оның элементтерін жиындарға бөлді. Яғни осы элементтерді жиындарға бөлгенде мына нүкте, сызық, геометриялық фигура соларға байланысты жиындарға бөлеміз. Мінекей жиындарға бөліп қойдық. Шыққан әр жиынды ата және әріппен белгіле. Мына қазір шыққан әр жиынды атаймыз, әріптермен белгілеп шығамыз. Бірінші бізде А жиыны, ол нүктелер жиыны. Оған көк нүкте, қызыл нүкте, күлгін нүкте, мына 3 нүкте кіреді. Келесі сызықтар жиыны. Түзу, қисық, тұйықталған, тұйықталмаған сызықтар. Одан кейін жазық фигуралар жиыны. 3 бұрыш, шаршы, дөңгелек, тіктөрт бұрыш, 5 бұрыш. Одан кейін бізде кеңістік фигуралар жиыны. Оған куб, конус, пирамида, цилиндр жатады. Және соңғысы F бізде бұрыштар жиыны. Оған тік бұрыш, сүйір бұрыш және доғал бұрыш жатады. Екінші тапсырма. Дәптерге түрлі түсті карандашпен нүкте белгілеп, кесінді, сәуле, түзу, бұрыш, сынық және қисық сызықтарсыз дейді. Енді мен барлығын ручкамен белгілеп сызып кеттім. Сіздерге айтайын, бірінші түрға бізде нүкте, одан кейін кесінді, одан кейін сәуле, түзу, мынау бұрыш, мынау сынық және анау қисық сызық. Енді бұл жерде сұрақ, сен қандай бұрыш сыздың дейді. Мен сызған бұрышым, мінеке мынау бұрыш, бұл менде сүйір бұрыш. Одан кейін қандай сызықтар сыздың, тұйықталған ба, әлде тұйықталмаған ба дейді. Тұйықталған сызықтың 2 бұрышы бар, тұйықталмаған сызықтың 2 ұшы болады. Тұйықталмаған сызық, мына менде сынық сызық, мінеке 1-2 ұшы бар. Және мынада да 1-2 ұшы бар. Бұлар бізде тұйықталмаған сызықтар. Ал тұйықталған сызықтардың ұштары болмайды. Сондықтан да мынау бізде тұйықталмаған сызықтар. Келесі тапсырма, үшінші тапсырма практикалық жұмыс. Партаға төмендегі фигуралардың модельдерін қойып, оларды салыстыр, не байқадың дейді. Енді бізде онда модельдері жоқ, дәптерге сызамыз және не байқағанымызды айтамыз. Бірінші, дөңгелек және кез келген көп бұрыш. Дөңгелек және кез келген көп бұрыш. 1, 2, 3, 4, 5 бұрыш сыздың. Не байқадың дейді. Бұл жерде мына бізде бұрыштар бар. Екінші фигураның 1, 2, 3, 4, 5 бұрышы бар. Ал дөңгелекте ешқандай бұрыш жоқ. Соны байқадық. Одан кейін көп бұрыштар дейді. Көп бұрыштарға мен 2 фигура салдым. Біріншісіне 1, 2, 3, 4, 5, 6 бұрышы бар. 1, 2, 3, 4, 5, 5 бұрышы бар. Бұлардың айырмашылығы бұрыштардың санында. Мынада 6 бұрыш, мынада 5 бұрыш. Келесі 4 бұрышпен тік 4 бұрыш дейді. Мінекей 4 бұрышпен тік 4 бұрыш. 4 бұрыш 1, 2, 3, 4, одан кейін тік 4 бұрыш. Бұлардың айырмашылығы 4 бұрышта кез келген бұрыш болады. Әйтеуір 4 бұрышы болса болды. Ал тік 4 бұрыштың бұрыштары тік болады, яғни 90 градус болады. Одан кейін бізде тік 4 бұрышпен шаршы дейді. Мынау тік 4 бұрыш және шаршы. Енді бұлардың айырмашылығы тік 4 бұрышта екі қабырғалар бір-біріне, шетіндегі қабырға екеуі бірдей, мына екі қабырға бір-бірімен бірдей болып келеді. Ал шаршыда бізде барлық қабырғаларының ұзындықтары бірдей. Былай түсіндірейінші, ұзындығы ені деп алатын болсақ, ені екеуінің сантиметрі бірдей. Қарама-қарсы қабырғалардың сантиметрі бірдей болады да, тік 4 бұрышта. Шаршыда барлық қабырғалардың сантиметрі, яғни өлшемдері бірдей болады. Осылай 4-ші тапсырма орындалады. Келесі 4-ші тапсырма мысалдарды шығар. Жақшаның ішінде 72 азайту 32, одан азайтамыз. Жақшаның ішінде 34 алу 22.
72-ден 32-ні азайтсақ 40 шығады, 34-ден 22-ні азайтсақ 12 шығады, 40-дан 12-ні азайтсақ 28-ге тең. Одан кейін 28 қосу 32, 28-ге 32-ні қосақ 60, келесі жақшаның ішінде 70 азайту 27. 70-ден 27-ні азайтсақ 43, 60-тан 43-ті 3-ті азайтсақ бізде 17 шығады. 4-ші тапсырманың жауабы осындай. 5-ші тапсырма есепті шығар. Мұз айдында 36 ұл және олардан 4 артық қыз сырғанап жүр. Мұз айдында барлығы неше бала сырғанап жүр? Шығарғанда мінекей ұл 36, қыз сызықша сұрақ белгісін қоямыз, стрелка қойып 4 артық дейміз. Және біз барлығын табуымыз керек. Барлығын табу үшін қыз бен ұлдың санын қосамыз. Ал қызды табу үшін 4 артық дейді, 36-ға 4-ті қосамыз. Сонда барлығын табу үшін мынау ұл, мінекей мынау 36 ұлдың саны, және мынау қыздың саны 36 қосу 4. 36-ға 4-ті қосақ 40 шығады. 36 мен 40-ті қосақ 76. Жауабы сонда барлығы 76 бала сырғанап жүр. 6-шы тапсырма. Дәптерге тор көз сызықтардың қиылысқан жеріне жасыл және көк нүктелері белгіде. Жасыл нүкте арқылы түзулер жүргіз, неше түзу жүргізуге болады. Басы көк нүкте болатындай сәулесіз, неше сәулесіз суға болады. Мына менде енді жасыл нүкте, мына көгім болады. Бірінші жасыл. Жасыл нүктені алып, осылай сызықтар түзулер жүргізе берсек болады. Бұлай, мінекей, мына мен жүргізіп қойдым. Одан кейін тағы да бұлай жүргізсек болады. Мына қиылысқан жеріне ғой. Бұлай жүргізсек болады. Сонда осылай біз біраз жүргізе берсек болады. Яғни жауабы шексіз түзу жүргізуге болады. Дәл сол сияқты мынақты сәуле сызатын болсақ, мына сызып қойғаным бар, тағы да бет сызатын болсақ, тағы былай сызатын болсақ, осылай да бірнеше сыза берсек болады. Яғни бұның да жауабы шексіз сәуле сызуға болады. 7-ші тапсырма. Фигураларды олардың қабырғалар санын өсу реті бойынша орналастыр. Енді осы фигуралардағы әріптерден құралған сөзді оқы дейді. Геометриялық фигуралардың атаулары грек тілінен енген. Енді өсу реті бойынша, яғни бірінші біз ең аз қандай бұрыш соны табуымыз керек. Бізде ең аз мына 3 бұрыш. 3 бұрышты бірінші қоямыз. Өсу ретімен. Одан кейін 4 бұрышты қоямыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 4 бұрышты қойдық. 4-тен кейін 5 бұрышты қоямыз. 1, 2, 3, 4, 5. 5 бұрыштан кейін мынау 6 бұрышты қоямыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 бұрыштан кейін мына бұрышты қоямыз. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Осылай өсу бойынша орналастырдық. Енді осы әріптерден құралған сөз бізде спорт екен, С-П-О-Р-Т. Спорт деген сөз шықты. Мінекей 7-ші тапсырма осылай орындалады. Осы видеоны достарыңызбен бөлісіңіздер. Менің каналыма тіркеліп, осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар.